Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Біреу тойып секірет, біреу тоңып секірет. Жалғанды жалпағынан басты дейміз бе? Алматыда тағда Болат Назарбаевтың есімі айқаймен ұласуда. Алматы стекло зауытын құрған кәсіпкер Әзім Абдуллаев есімді азамат өз кәсібіне экс-президенттің інісі Болат Назарбаев рейдерлік шабуыл жасап, тең жартысын иеленіп алғандығын айтады. Зауыт директоры Әзім Абдуллаевтың сөзінше, мәселе зауыт салынып біткен жылы басталған екен. Қалай бітті, солай шабуылдар басталды. Мені түрмеге қамамақ болды, менде басқа амал қалмады. Бірден зауыттың жартысын атына шығарып, бізге тиіспеу үшін қомақты қаржы бердік. Қысым күшті болды. Оның бәрін Болаттың ұлы Нұрбол Назарбаев ұйымдастырып басқарып отырды. Дәл осылай Абдуллаев мырзағынан жарылуда. Олардың зауыттың жерін алуға, салуға, ашуға көмектеспегендігінде айтады. Сөзіне қарағанда Абдуллаевтар отбасы Болат Назарбаевқа ай сайын 250-300 мың доллардың айналасындағы ақша беріп отырған. Бұл сөктей сору емес пе? Болат Назарбаевпен жұмыс істегеніме 15 жыл болды. Содан бері сауып келе жатыр. Жалпы көлемі 60 миллион долларға жетеді. Беретін ақшамыз жетпей қалғанда боқтап тауып кел, түрмеге қамаймын деп қорқытатын дейді Әзім Абдуллаев ескі күндерді еске алып. Сондай-ақ кәсіпкердің айтуынша, арақ шарап шығаратын Шалқар 17 деген зауытында да Болат Назарбаев бірге елі кеткен. Биыл ғана өзіне қайтару үшін 5 миллион доллар ақша бердік дейді. Қарасай ауданында орналасқан Бахар мейрамханасында да Назарбаевтың үлесі бар. Кәсіпкер мейрамхананы анамыздың есімімен Бахар деп атағанбыз дейді. Абдуллаев отбасы наурыздың соңында Болат Назарбаев пен Нұрбол Назарбаевтың әрекетіне байланысты бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне шағым түсірген. Әзірге ешқандай жауап жоқ. Сонда біздің елде президенттің інісі болсаң, онда саған заңның еш қатысы болмағаны ма? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.